Hi guys, how are you? I would like to talk you English Plus for 5th grade at page 111. Also, I would like to talk you skimming and scamming approach on processing reading task. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен English Plus 5-ші сынып Students Book 111 бетті талқылайтын боламыз. Сондай-ақ, оқылым тапсырмалары кезінде skimming and scanning әдістерін тиімді қолдану тәсілдерін үйренетін боласыздар. Алдымен парақшама тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер, мен өте қуанышты боламын. Ал ендеше сабағымызды бастайық. Сабақты соңына дейін тыңдауларыңызға кеңес беремін. Алдымен skimming туралы мәліметті түсініп алайық. Skimming refers to the process of reading only main ideas within the passage to get an overall impression of the content of a reading selection. Яғни skimming дегеніміз оқу процесіндегі мәтіннің негізгі идеясын, мазмұнын, не туралы екенін білу үшін тез көз жүгіртіп оқып шығу. How to skim? Read the title. Read the first paragraph or the introduction. Read the first sentence of every other paragraph. Read any headings and subheadings. Notice any picture charts or graphs. Read the summary or last paragraph. Яғни skimming әдісі қалай жасалады, соған тоқталайық. Алдымен тақырыпты оқимыз. Сосын бірінші кіріспе бөлімін немесе бірінші абзацтың мағынасын қарап шығамыз оқып, тез көз жүгіртіп шолып шығамыз. Одан кейін әр абзацтың бірінші сөйлемдерін қарап шығамыз. Сол бірінші сөйлемде әр абзацтың не туралы айтылады, сол туралы мәлімет беріліп өтіледі. Сосын any pictures and charts or graphs, яғни суреттер, кестелер, графикалық кестелер және диаграммаларға назар аударамыз. Ал соңғысында read the summary, яғни қорытынды бөліміне және соңғы абзацқа назар аударамыз, оқып шығамыз. Мінекей осылай скиммингді жасаймыз. Ал енді тапсырмамызға назар аударайық. Now let's go. Read the title of the text. Ал ендеше кеттік балалар. 111 беттегі осы мәтінді ашамыз. Тақырыпты оқимыз. International Children's Book Festival. Ал екінші мәтін тақырыбы Main Events on Saturday. Яғни International Children's Book Festival дегеніміз халықаралық балалардың кітап фестивалі. Ал екіншісі Main Events on Saturday. Яғни жексенбі күндегі негізгі кездесулер. Ал енді тақырыпты оқып алдық. Енді әр абзацтың бірінші сөйлемдерін оқып шығамыз. Hi everyone, welcome to this amazing book festival for children. High fives all around. Яғни амандасып тұр. Сәлем, қалдарыңыз қалай? Біздің керемет кітап фестиваліне, балаларға арналған кітап фестиваліне қош келдіңіздер дейді. Ал екіншісінде Meet Алмагүл, a young author from Астана. Яғни Алмагүл Астанадан келген жас автормен кездеседі. Do you like dinosaurs and monsters? Яғни некросқа қарасаңыздар, монстрлар мен динозаврларды ұнатасың ба дейді. Яғни уже бұл жерде монстр, динозавр туралы айтылатын белгілі болып тұр. Ал үшіншісінде Кристина Аллен, яғни көптеген детективті оқиғаның авторы Елена Теннантпен кездесу болатынын осы бірінші сөйлемде көрсетілген. Яғни оқиғаның желісін осы бірінші сөйлемнен оқып мәтін не туралы болатынын түсінуге болады. Жалпы skimming туралы түсіндік. Ал енді scanning. Scanning is a reading technique to be used when you want to find specific information quickly. In scanning, you have a question in your mind and you read a passage only to find the answer, ignoring unrelated information.
How to scan states the specific information you are looking for. Try to anticipate how the answer will appear and what clues you might use to help you locate the answer. For example, if you were looking for a certain date, you would quickly read the paragraph looking for numbers. Selectively read and skip through section of a passage. Scanning, яғни сканерлеу деген мағынаны білдіреді. Нақты ақпаратты жылдам табу керек кезде қолданылатын оқу әдісінің түрі. Яғни сканинг кезінде ойыңызда мысалға бір сұрақ болатын болса, сол сұрақтың жауабын іздеу. Бұл жерде нақты ақпаратты іздеу қажет, және бір күнді, жылды, уақытты, сағатты сұрағыңызда кездескен болса, сол сандарды табуыңыз керек. Сонымен skimming дегеніміз, яғни тез көз жүгіртіп, шолып шығып, мәтіннің мағынасын, идеясын түсіну болса, ал scanning дегеніміз нақты ақпаратты іздеп, мысалға жылды сұрақ барысында жылды, уақытты сұрап тұрса, сондай жыл сан көрсетілген абзасты іздеп барып тапсырманы орындау. Ал ендеше практикалық жұмыс жасайық. Now exercise 1. Read the information in the poster and write true or false for each sentence. Бірінші сөйлемге қарасақ, мына You can meet the author from Astana at 10 o'clock. Яғни бұл сөйлемде уақыт көрсетілген, уақытты іздеу арқылы біз тапсырманы орындаймыз. Яғни at 10 o'clock бұл сағат 10-да деген сөз бізде Алмагүлдің текстінде бар. Алмагүлдің текстіне қараймыз. Міне қараймыз. At 10 o'clock am. Яғни бізде кездесті. You can meet the author from Astana at 10 o'clock дейді. Яғни Астанадан келген автормен сағат 10-да кездесе аласың дейді. Яғни текстте сағат 10 деп көрсетіліп тұр. Бұл сөйлеміміз бұл жерде true болады. Дәл осы сияқты ары қарай келесі сөйлемдерді жасай береміз. The hero of Алмагүл's story is called Камир дейді. Яғни текстке қарасаңыздар, бұл жерде called Дамир дейді. Яғни бұл false. It costs 5 pound to meet Алмагүл. Яғни 5 фунт мына жерде берілген, мына H-тың қасында 10 plus-тың қасында 5 плюс көрсетіліп тұр фунтты. Яғни бұл дұрыс сөйлем. Келесі Nick teaches people to draw dinosaurs. Бұл да true болады. Бесінші сөйлем You can meet the author of crime novels at 3 p.m. Crime novel туралы үшінші Кристина Элленің несінде кездеседі мәтінде. Бұл жерде 2 деген, сағат 2-де кездесу болады деп жазылған. Ал мына сөйлеміміз бұл жерде false болады. Осы skimming scanning әдісі IELTS, FC сияқты шетелдік емтихандар тапсыратын кезде өте көп көмегін тигізеді. Сондықтан дәл қазір осы бастан осы әдісті пайдаланып үйренгеніңіз өздеріңізге абзал, керемет пайдасы тиеді. Now exercise 2. Think of a book you know very well or write some sentence to describe the story and the characters. In my childhood, I read a book about ертөстік. Яғни мен бала кезімде ертөстік кітабын оқығанмын. The main character of the fairy tale is ертөстік. Яғни бұл ертегінің басты кейіпкері ертөстік. Ертөстік is kind and a hero. Яғни ертөстік өте мейірімді және батыр болған. Мұнда is емес оз деп жаза қойыңыздар, мына жерде қате кетіпті. Exercise 3. I want to meet Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин and Ахмет Байтұрсынов because they are our famous Kazakh writers and poets. Яғни мен Абай Құнанбаев және Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынов тармен кездескім келеді,
Себебі олар біздің қазақтың жазушы және ақындары. Exercise 4. I want to go to the all of following festivals because I want to travel the world. Яғни мен төмендегі фестивальдердің бәріне барғым келеді, себебі мен әлемді саяхаттағым келеді. Видеом пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Мен өте қуанышты боламын. Келесі видеода қандай тақырыптар шыққанын қалайсыздар, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.